Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжінің бірінші курс студенті Ыдырыс Қуаныш. Абай Құнанбаевтың 17-ші қара сөзі. Қайрат, ақыл, жүрегі үшеу өнерлерін айтысып, таласып келіп ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: "Ей ғылым, өзіңді білесің ғой? Дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпей тұғынан. Әуелі өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абырой мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз болымсыз нәрсеге үйір қылмай бойды таза сақтай тұғын, күнәкарліктен, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын, адасқан бара жатқан жолды бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі қалай маған таласады?" депті. Ақыл айтыпты: "Не дүниеге, не ақыретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен, сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды?" депті. Онан соң жүрек айтыпты: "Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күйе жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшіте тұғын мен. Үлкенен ұят сақтап, кішіге рахым қылдыратұғын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды. Ақырында қор болады. Мен таза болсам адам баласын ала аламаймын. Жақсылыққа елжіреп ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп тулап кететұғын мен. Әділет, ынсап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады?" депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: "Ей Қайрат, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлерің бары рас. Сенсіз еш нәрсе болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол. Бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман" депті. "Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен танытасың. Жаралған екі дүниені жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның, екеуінің де сүйгені, сенгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман" депті. "Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім" депті. "Бірақ сонда билеуші әмір жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны діні құмар болады. Көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп үйден қуып шығады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол. Сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос. Бәріңді жүрекке билет деп ұқтырып, айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуінің бір кісіде менің айтқанымдай табылсандар, табанның топырағы көзге сүртелі қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды" деп кітаптың айтқаны осы" депті.